Қайырлы күн, сұхбатымыздың сүйікті көрермендері. Ұстаздар күніне орай бүгін сұхбат алаңына әрі ұстаз, әрі атана Айгүл Елжасқызы келіп отыр. Қош келдіңіз, Айгүл Елжасқызы. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен Айгүл Елжасқызы, көп балалы ана, 27 жыл өтілі бар педагог, зерттеуші ұстазбын. Олай болса сұхбатымызды бастайық. Өзіңіздің бала күнгі арманыңыз қандай еді? Ұстаз боламын деп ойлап едіңіз? Менің бала күнгі арманым ұстаз болу болатын, және де бастауыш сынып мұғалімі болуды армандадым. Өйткені бастауыш сынып оқушылары жалпы бала ақпарақ сияқты. Ақпараққа алғашқы әріптер, алғашқы ой, алғашқы ізгіліктің дәнін себу бастауыш сынып мұғалімінің құзырында. Әр балаға мейіріммен қарап, біліммен сусындату менің арманым болды. Шындығында әрбір адам армандайды, бірақ та әрбірі өз арманына жете бермейді. Осы тұста асқақ арманға жеткен адамдардың өзі нағыз бақытты адамдар. Дәл осы бақытқа ие болған сіз үшін мен өте қуаныштымын. Рахмет. Мен оқушыларыма менің арманым деген шығарманы жиі жаздырамын. Бір қызық оқиға болған, Ақсубай деген оқушымның әкесі менің арманым, 4 жылда менің арманым дегенді бірнеше рет жаздырған ғой. Менің арманым Айгүл апайдың арманының орындалғанын деп жазып баршы деген қызықты сәттер болған. Шынымен ақ армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Сондықтан армандар орындалады, армандар алдамайды. Ең бастысы дұрыс мақсат қоя білу, сол арман жолында күресу. Жақсы, олай болса ең алғаш ұстаз болып сыныпқа кірген сәтіңізді қалай еске аласыз? Ең алғаш ұстаздық жолымды 1993 жылы Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы шағын комплектілі мектептен бастадым. 3 сыныптың 5 оқушысы, 1 кластың 4 оқушысы, 9 оқушы бір шағын сыныпты құрайды. Орыс сыныптарының ішінен ашылған қазақ балалары болды. Өте бір ұлттың ұлылығын сақтаймын деген, тілдің тазалығын сақтаймын деген ата-аналар мен шәкірттерім болды. Сол шәкірттері мәңгілік жүрегімде. Жақсы, керемет. Өзіңізді мектеп қабырғасында қандай ұстаз ретінде елестетесіз? Талапшыл ма, мейірімді ме, қатал ма? Өте тамаша сұрақ. Талап бар жерде білім бар. Бастауыш сынып оқушыларына ата қаталдық келмейді. Бірақ басты мақсатым талап болу керек. Және де балалар мектепке келгенде міндетті түрде жаңаны біліп, үйреніп кету керек. Талап болған жерде ғана білім өз деңгейінде болады деген ойдамын. Жалпы талаппен қоса шәкірттеріме тәрбие де беремін. Ұстаздың ұстанымы тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп ұлы Әл-Фараби айтқандай, әр қайсымыз, әр шәкіртке, әр ұстаз біліммен қатар тәрбиені білсек, ұлтымыздың ұлылығы, тіліміздің тазалығы жоғалмайтыны нақ. Керемет жауап. Әрбір ұстаз тек білім беріп қана қоймай, өздерінің өз алдыларында отырған әрбір шәкіртке дұрыс тәрбие бере білу керек. Олай болса, сіз гимназиямыздың әрі ата-анасы, әрі ұстаз болып табыласыз. Осы тұста бір сұрақ қойғым келіп отыр. Ұстаздық пен ата-аналық рөлдің айырмашылығы неде? Оның қиын тұстары бар ма? Ұстаз да ана, ана да ана. Ана алдымен перзентін өмірге әкеліп, отбасылық құндылықтарын береді. Бала
алғаш рет анадан бар сүйіспеншілікті, махаббатты алады. Ұстаз да ата-ананың аманатын арқалайтын тұлға. Ұстаз да балаға біліммен қатар тәрбие береді. Ұстаз бен ананың айырмашылығынан көрі ұқсастығы көп. Екеуі де мейірімді, екеуі де балаға сүйіспеншілік береді, екеуі де баланың болашағына алаңдайды. Ұстаз да, ана да баланың жеке тұлға болып қалыптасуына, тәрбиелі болуына өз үлестерін қосады. Сіз үйде қандай ата-анасыз? Үйде мен бірінші ұстаздан бұрын анамын. Балаларыма мейірім беремін, сүйіспеншілік беремін. Одан кейін сабақ оқуларын қадағалаймын. Ұстаз өзінің шәкіртімен қоса өз балаларымен де мақтанады. Ұстаз қоғам алдындағы айна болса, ұстаздың балалары сол айнадан түскен сәуледей. Қоғамда ұстаздың балалары жақсы болу керек. Өзінің баласы қалай оқиды деген түсінік қалыптасқан. Сол үшін де қоғам алдында ұстаз да, ұстаздың балалары да екесе талап қойылады және сын көтереді. Егер де ұстаздың балалары өз деңгейінде жақсы оқып, тәрбиелі болып жатса, онда өз ұстаздарының да, ата-анасының да үмітін ақтаған болады. Өз тәжірибеме келіп сүйеніп айтатын болсам, менің үлкен қызым Әсем де, ұлым Алинур да 11 сыныпты жақсыға аяқтап, қызым IT университетінің, ұлым Нұр-Мүбәрак университетінің грант иегерлері болды. Қызым Әсем магистратурантта грантта оқып, қазіргі таңда Айтулы банктың эксперт бас маманы, мақтанышпен айталамын. Ортаншы ұлым Осман осы мектепте 7 сыныпқа дейін оқып, бил түлегі. Билда сана командасының құрамында болды. Сана командасы робототехникадан Қазақстанның көк туын Америкада, Австралияда, Индияда, Кипрда желбіретті. Биыл КТЛ-да Қазақ-түрік лицейін, қазір білім инновация лицейі деп аталады, алтын белгіге бітіріп, КБТУ-дың грант иегері болып отыр. Кіші кенже ұлым Ильяс та осы гимназиямыздың 8 сынып үздік оқушысы. Бұл дегенім, ұстаз ана өз шәкірттерімен де, өз балаларымен де мақтанады. Шынында әрбір ананың қуанышы, баланың жетістігі. Осы тұста тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Бала тәрбиесінде сізге кім жәрдемдеседі? Әрине, бұл жетістіктер үйдегі ер азаматының, отағасының, үлкен қолдауының, еңбегінің арқасы. Осы орайда үйдегі балаларымның әкесіне және 87 жастағы енеме зор алғысымды айтқым келеді. Ер азаматтың қолдауы ұстаз ана үшін ауадай қажет. Отбасы қолдап отырған ұстаздардың алмайтын қамалы жоқ. Ұстаздарды қолдап отырған отбасына, отағасына, балаларына ерекше алғысымды білдіргім келеді. Бірлік бар жерде, тірлік бар деп бекер айтылмаса керек. Сонымен қатар ұстаздың шығармашылық шыңдалуында тек өзінің еңбегі ғана емес, отағасының, отбасының қолдауының да орны ерекше. Әсіресе үйдегі ер азаматтың демеуі ұстаз анаға шексіз шабыт сыйлайды. Тамаша жауап. Перзенттеріңіздің болашағы жарқын болсын. Қазақстан Республикасының бетке ұстар азаматтары мен азаматшалары болсын. Әмин, рахмет алтыным. Әрине бұл отағасымен қатар үйдегі
үлкен анамыздың еңбегі. Мен жұмыстан таңнан кешке дейін мектепте болып шаршап келгенде ыстық шайын қойып, балаларға шай тамағымды даярлатып, аналарың жұмыстан шаршап келеді деп ыстық шаймен қарсы алған екінші анам енеме зор алғыс айтқым келеді. Енемнің әр ыстық шайы маған шабыт, ыстық дем, қуат беретіні сөзсіз. Және де сенің қолыңнан келеді деген бір ауыз сөз ұстазға да, балаға да демеу беретіні ақиқат. Мықты отбасы ол қоғамның іргетасы. Жанында жүр жақсы адам демекші, әрбір адамның жанында әр уақытта қолдап, қорғап, жәрдемдесетін адамдардың бары өте қуантады. Ал олай болса, сізбен бірге бір қызықты шағын ойын ойнайық. Алдыңызда 3 түрлі карточка тұр. Кез келген бір карточканы таңдап, сол карточка бойынша осы мектеп қабырғасында жүріп басыңыздан өткен бір оқиғаны айтып берсеңіз. Берілген сөзбен байланыстыра отырып. Керемет. Ата-аналар жиналысы. Сәния Өскенбайқызы басқарған мектепте әр ата-аналар жиналысы ерекше форматта өтеді. Кез келген жиналыс болмас бұрын апайдың алдынан өтіп барып бекітіледі. Жалпы ата-аналар жиналысына қатысқан ата-аналар тегін семинарға келгенде алғыс ризашылықтарын білдіріп жатады. Ата-аналар жиналысынан қалмаңыздар, құрметті ата-аналар, өйткені ата-аналар жиналысының бала тәрбиесінде алар орны өзгеше. Көп рахмет. Олай болса, келесі екінші карточканы таңдасаңыз. Келесі сөз менде күнделік екен. Күнделікті әр адам өзінің арман мақсаттарымен оянады. Күнделікті арманымызға қарай бір қадам алға басамыз. Және де ұстаз үшін күнделік ол күнделікті ашпаса, толтырмаса, ауа жетіспей тұратындай қажеттілік деп айта аламын. Күнделікті баланың жетістігінен хабар ететін күнделігіміз тоқтаусыз жұмыс жасап тұрсын. Не деген жауап? Дұрыс айтасыз, күнделік бұл оқушылармен, ата-аналармен, ұстаздармен, жалпы үштік одақпен байланыс жасайтын құрал, көмекші құрал. Олай болса, соңғы карточкамыз қалған екен. Осы карточка бойынша өз пікіріңізді білдірсеңіз. Келесі сөзіміз бізде ұялы телефон екен. Қазіргі технологияның қарқынды заманында ұялы телефондар да күн сайын дамуда. Ұялы телефонның пайдасы да бар, зияны да бар. Дегенмен жасанды интеллект дамып жатқан заманда ұстаздар оқушылардың психологиясына қарай, қабылдай алатынына қарай жасанды интеллекті өз мәдениетімен енгізеді. Ал оқушыларда ұялы телефон шектеусіз берілетін болса, онда пайдасынан гөрі денсаулығына да, психологиясына да кері әсері болатыны сөзсіз. Құрметті ата-аналар, оқушыға ұялы телефонды шектеусіз беріп қоймауға үндеу жасаймын. Өйткені шектеусіз, қадағалаусыз ұялы телефонда түрлі ойындарға кірген баланың сабақта өмірде жетістікке жетуі екі талай. Дұрыс айтасыз. Жалпы бұл құрылғыларды біз тек көмекші құрал ретінде пайдалана білу керекпіз. Сонда ғана оның өз пайдасы болары сөзсіз. Олай болса, ұстаздар күніне орай өзіңіздің әріптестеріңізге деген жылы лебізіңізді, ақ жарма тілегіңізді тыңдасақ деп едік. Құрметті әріптестер, қадірлі ұстаздар, менің баламның да ұлттың болашағы
еліміздің ертеңі балалардың да жетістігіне жетуіне, өмірде өз орындарын тауып, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп Абай атамыз айтпақшы, өмірде кірпіш болып қалануына сіздердің еңбектеріңіз өте зор. Бүгін ерекше мереке ұстаздар үшін айтулы күн, ұстаз ұрпаққа жол көрсететін шамшырақ, өз балаларыңызбен де, шәкірттеріңізбен де мақтанатын күндеріңіз көп болсын, ұстаздар мерекесі құтты болсын. Айгүл Елжасқызы, сұхбатымыздың қонағы ретінде өзіңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Сізді де төл мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Екі миссияны да, ұстаз болу мен ата-ана болуды қатар алып жүру, бұл бір жеке өнер. Әрбір ұстаз ата-ана, әрбір ата-ана ұстаз бола білсе, бұл болашағымыздың өркендеуіне, жалпы болашағымыздың жарқын боларына алып келері сөзсіз деген сөзбен қорытындылағым келіп отыр. Олай болса, бүгінгі сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Келесі сұхбатта кездескенше қош, сау болыңыздар.